Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, құрметті қонақтар, қадірлі әріптестер. Номер 23-ші Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебіне қош келдіңіздер. Бүгін менің оқушылардың көшбасшылық және шығармашылық дағдыларын дамыту жолдары атты аудандық семинар аясында өткен коучингінің тақырыбы көшбасшылық кәсіби дамудың қуатты көзі деп аталады. Коучингтің мақсаты сыни тұрғыда ойлау, топтық жұмыс және практикалық тапсырмалар арқылы мұғалімдердің көшбасшылық қабілеттерін анықтау және кәсіби дамуда көшбасшылықтың маңызын ұғындыру. Күтілетін нәтиже қатысушылар көшбасшылық ұғымын қазіргі білім беру талаптарымен байланыстырады, көшбасшылық түрлерін ажыратады, өз бойындағы көшбасшылық қасиеттерді бағалап, кәсіби дамуда көшбасшылықтың қуатты ресурс екеніне көз жеткізеді. Енді әдеттегідей бірінші кезеңімізді ұйымдастыру, құрметті әріптестер, мағыналы бірігу әдісімен қанекей маған бір 18 ұстаз керек, бәріміз бір қағаздан алсаңыз, қазір қандай нақыл сөз шықты екен? Ал өзіңіздің сөзіңіз. Көшбасшылық жауапкершілікті мойнына алады. Дұрыс қой. Жарайсыздар, онда бірінші Абылай тобына отырыңыздар, сіздер бірінші класстарыңыз келсіздер, дайынсыздар ғой, Ағыз көшбасшы өзгеге қызмет етеді. Тамаша, керемет нақыл сөз. Екінші Ахмет Байтұрсынұлы тобына барып оқыңыздар. Құрметті әріптестер, оқимыз. Көшбасшы Жол көрсетеді, басшы бұйрық береді. Тамаша. Отыра қойыңыздар. Абай Құнанбайұлы тобы үшінші. Яғни біз нақыл сөздер арқылы не болдық? Үш топқа бөлінеміз. Яғни бізде мынадай нақыл сөздер шықты. Көшбасшы жол көрсетеді, басшы бұйрық береді, көшбасшы алдын өзгерісін жеткізеді, көшбасшылық жауапкершілікті өз мойнына ала білу. Осы нақыл сөздерге келісеміз ғой? Енді топтар, бізде бірінші топ Абылай хан тобы, ол стратегиялық көшбасшы, екінші топ Ахмет Байтұрсынұлы интеллектуал көшбасшы, үшінші топ Абай Құнанбайұлы рухани көшбасшы. Бойындағы қасиеттерге қарай осылай бөлдім. Келісесіздер ме осылай бөлгенде? Енді психологиялық ахуал, құрметті әріптестерім, біз менің есімім, менің күшім тренингі. Яғни әркім өзінің есімін айтып, және қосымша көшбасшылық қасиет етеді. Мысалы, кешіріңізші, олжас, озық, ойлымын. Сондай. Мүмкіндігінше өз есіміңізден басталатын қасиет айтсаңыз болады, егер жоқ болса, басқа көшбасшылыққа тән қасиет айта берсеңіз болады. Бірінші топтан бастайық. Малика. Малика мейірімді, иә? Менің атым Айдана. Жалғыз дана деген дана ақылды. Айгүл Алшбашы. Гуманист. Нұрболат Намысшыл. Жарайсыздар, бір қол шапалақтап. Яғни есімізге тән көшбасшылық қасиет бар екен. Енді келесі бізде бейнепрезентация, осы көшбасшылық жайлы енді білеміз ғой. Білсек та, осы тағы оның қандай біз білмейтін мәліметтер бар екен, ақпараттар бар екен, осы қысқаша бейнепрезентацияға назар аударыңыз. Көшбасшылық жайлы тағы да біз мәліметке ие болдық деп ойлаймыз. Солай ма әріптестер? Енді бұлай білеміз ғой. Сонда стильдері, оның қасиеттері, басшыдан айырмашылығы деген сияқты. Енді мына жердегі сөздерге назар аударыңыздаршы. Жауапкершілік, ықпал, шешім, команда, бастама, сенім. Бұл сөздер кімге немесе нені сипаттайды? Бір ауыз сөздер жауапкершілік. Бұл сөздер кімге рақтама немесе нені сипаттайды? Көшбасшыға қасиеттерді сипаттайды. Мысалы, жауапкершілік деген сөзді бір тарқатып айтып көрсек. Не үшін жауапкершілік көшбасшыға тән ба? Әрине. Ықпал, неге ықпал ету керек ол?
Ал шешім енді бізде топтық жұмыс негізгі кезең тұлға қасиет қазіргі мұғалім деп аталады. Қазір сіздерге топтық жұмыстардың тапсырмасын таратпас бұрын бізде бірінші топ Абылайхан стратегиялық көшбасшы мұғалім стратег деп аталады. Тапсырма мынаның артында жазылып тұр. Егер бізде жасан интеллект бар ғой, Абылай атамыз өзі қандай тапсырма береді екен, тыңдап көрейікші. Көшбасшы мұғалім стратег деген ойды дәлелдеңіз. Тәл үш көшбасшылық қасиетті анықтаңыз. Маған тәл үш көшбасшылық қасиетті анықтаңыз. Осы қасиеттердің мұғалімге қайсысы қажет? Көшбасшы мұғалім стратег деген ойды дәлелдеңіз. Жақсы, қазір мен тапсырманы таратамын. Енді келесі Интеллектуал көшбасшы мұғалім қандай болуы керек? Менің көшбасшылығымның ерекшелігін атаңыз. Мұғалімнің рухани көшбасшы ретіндегі рөлін анықтаңыз. Мұғалім жүрекке жол табатын көшбасшы деген ойды негіздеңіз. Үш тұлғаның, яғни үш көшбасшымыздың тапсырмаларын тыңдадыңыздар. Енді ол жерде сіздер түсінбей қалғаныңыз келген жерде қазір қарапшылыққа таратамын. Бірінші топ екеуінде оқып, тапсырмасын тұр. Екінші топ екеуден шыққасы оқыңыздар да мәтіні тұр, тапсырмасы астында тұр, ескеріп тұр ғой. Оған қаратай постер қорғаймыз. Екеуі біреудің мамасыңызда 5-7 минут. Оған дейін мен аттағы әріптестеріме кішкене алдарыңызда стикер тұр ғой, қызыл, жасыл Викторина көшбасшылық тек жас мұғалімдерге тән. Басқаларды шабыттандыра алған мұғалім көшбасшы. Соңғы сұрақ көшбасшы өзгеріске ашығады. Абылай тобы, Абылайхан жақсы, сәттілік сіздерге. Сіздерге тапсырма Абылайханға тән үш көшбасшылық қасиет анықтаңыздар. Осы қасиеттердің қазіргі мұғалімге қайсысы қажет? Көшбасшы мұғалім стратег деген ойды дәлелдеңіз. Көшбасшылық жауапкершілікті мойнына ала білу бұл Абылайхан тобына берілген ең басты біздің топтық ұранымыз. Абылайханға тән үш көшбасшылық қасиет бұл жерде бірінші көрегендік, елдің болашағын ойлауы, екіншіден батырлығы, жоңға шапқыншылығына қарсы күресте ерлігімен, өзінің батырлығымен танылуы, одан кейін үшінші қасиет бұл бірлікке ұмтылуы. Үш жүздің басын қосып қазақ халқының тұтастығын сақтауға күш салған хан екендігі барлығымызға белгілі. Енді мұғалім туралы. Сол сияқты біз мұғалімге тән үш қасиет анықтадық. Ең бірінші көрегенділік. Яғни айтып кеткенімізде елдің болашағын алдын ала ойлау, болжау деген сияқты мұғалімде тура сол сияқты оқушылар, яғни алдына келген оқушының, яғни қабілетіне қарай дарынды ма деген сияқты солай сияқты өзінің көрегенділігін көрсетеді мұғалім. Екінші батырлығы, яғни айттық қой, жоңға шапқыншыларға қарсы күрестерге өз ерлігімен батырлығымен қарсы мұғалімде тура солай алдына келген жаңа әдіс-тәсілді батыр қолдана білу, адал болу, әділ болу деген қасиеттер мұғалімнің бойында болуы керек. Үшінші бірлікке ұмтылу, яғни 300-дің басын қосқан Абылайхан тура сол сияқты алдына келген әртүрлі мінезді оқушыларды бірге ұжымда, яғни бірлікке рух қалыптастыру қасиеті мұғалімге тән. Тамаша. Тыңдаушы топтары бізде тапсырмада не кетті? Бір сұрақ қояды. Сіздер сол үшін тыңдауыңыз керек. Бір сұрақтар қойыңыздар.
Осы ойымызды қорытындылай келе, Ғафу Қайырбеков ағамыз айтқандай, ұстаз болу жүректің батырлығы, яғни Абылай ханның батырлығымен салыстыра отырып, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы деп аяқтағымыз келіп отыр. Сұрақтарымызды қойсақ, бір сұрақтар, әр топтан бір сұрақ. Осы тапсырма бойынша. Абылай ханның үш көшбасшылық қасиеттен өздеріңізбен ұстаздарды салыстырып, бізде қандай қасиет болу керек? Біріншісін айттыңыз, көрегендік. Ал енді өздеріңіз көрегендікті қай жағынан көре аласыздар? Оқушыдан және өзіңізден салыстырмаушы. Біз елдің болашағын тәрбиелейміз. Білім береміз, сапалы білім, саналы тәрбие береміз. Біз бүгінгі күнмен емес, яғни болашақты даярлау мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Әрбір біздің оқушыға берген біліміміз біздің ол болашағымыз. Ал көрегендігі де Абылай хан өзінің елінің болашағын ойлады. Дәл Абылай хан сияқты бізде де сондай мақсат, көзделген мақсат, алдымызға қойылған жоспар бойынша біз де елдің болашағы үшін білімді ұрпақ тәрбиелеу жолындамыз. Жауапқа қанағаттанасыз ғой. Ал үшінші салсаңыздар. Жарайды, бұндай болсақ, кері байланысты бас анализімен қандай баға бересіздер қорғанамын. Жоғары баға бересіздер ма? Қорғанамын. Кері байланысты өте жасы. Тамаша да қол жапалап. Келесі бізде екінші тобия Ахмет Байтұрсынұлы. Келіңіздер, қорғауға тапсырманы қандай және қорғауға сіздер шығады. Келіңіздер. Бірінші сұрақта Ахмет Байтұрсынұлының көшбасшылық миссиясын анықтаңыз. Екінші сұрақ, интеллектуал көшбасшы мұғалім қандай болу керек? Үшіншіден, мұғалім үшін білім мен ықпалдың байланысын түсіндіріңіз. Енді әрине өздеріңіз білесіздер, жалпы мынау алаш жұртына белгілі Ахмет Байтұрсынұлы бұл миссиясы қарап отырса, бұл миссиясына жеткен, өте зерттелген, жан-жақты қазақ ұлт ұстазы деп айтуымызға болады. Келе біздің тақырыбымызға байланысты нағыз көшбасшы алдымен өзгеге қызмет етеді, жұртқа, халқына қызмет еткен ұлт ұстазы. Келесі, қазақ тіл білімінің атасы деп айтуымызға болады. Өйткені біздің өзге жұртқа алаңдатпай өз қазақ біліміне үлкен үлес қосқан, біздің тіл құралын жасап шығарған керемет ұстазымыз деп айтуымызға болады. Үшінші, білімдейсіз. Зерттеп, сонымен сөз табымен байланыстырып, біздің керемет осы отырған ұстаздардың жейтінанымыз қауіп беріп отыр. Интеллектуал көшбасшы мұғалім қандай болу керек деген сұраққа біз топпен ақылдасып келе, міне жаңашыл, үнемі ізденісте жүретін, заманауи және қазіргі таңда ЖИ және акты меңгерген, білімді, білікті, жан-жақты мұғалім бізде көшбасшы мұғалім болып есептелінеді деп ойлаймыз. Енді мұғалім мен оқушы арасында тығыз байланысқа келетін болсақ, әрине оқушы мұғалім өте бір-бірімен тығыз байланысты, бір сөзбен, бір деммен бір-бірімізді қолдай білетін адамдарымызды есептесек қателеспейміз. Бірінші айтқанда мұғалім балаға жүрек жылуын бере білу керек. Сухомлинскийдің сөзін айтқанда балаға жүрек жылуы. Қазір өкінішке орай кейде болады, балалар жаңағы ренжітіп алатын, тәжірибесі жоқ, айқаймен кейде өз миссиямызды білмей жататын кездер болып жатады. Мынау заманның ағымына қарай мұғалім оңай емес. Сонымен баламен тығыз байланыс орнатып, баланың жүрегіне жол алу. Және оған сол білім мен тәрбиенің арасында ықпал ете отырып, біз нағыз мен тұлғамын деген адамды алып шығып, жаңа өмірге, жақсылыққа бағыттай білетін Бізде бөлінген тапсырма Абай көшбасшылығының ерекшелігін атаңыз деген. Біз Абай көшбасшылығының ерекшелігі 6 ерекшелігін жазып шықтық. Олар атап айтсақ ағартушылық бағыт, ол надандықты, сынып оқушылықты ағартады, қоғамды дамытудың басты жалпы сыңайды. Рухани интеллектуалдық ол көшбасшы халықтың білімге, ғылымға, ой еркіндігін үндейді. Моральдық үлгі адамгершілік, әділдік, еңбек, жауапкершілік құндылықтарын алға қойды. Сыншыл ойлау, қоғамдағы кемшіліктерді ашық айтып, өзгеріске шақырды. Сөзбен ықпал ету, күшпен емес, өлеңмен, қара сөздер арқылы ықпал етті.
былтыр жаңғырту миссиясы дәстүрді сақтай отырып заманауи ойларға жеткізеді. Отызды талқылау, үш тұлғаның ойынан табылған қасиеттер қазіргі мұғалімге ортақ па? Әрине. Мұғалімнің көшбасшы болуы міндет пе? Енді кішкене артық болмас білгенім, мына жерде жүзікті қандай саусаққа салған дұрыс дейді. Осы мәліметті кім біледі? Білетін болса өздеріңіз тұрып айта салсаңыздар. Ал тәжи айта қойыңыз. Айтыңыз. Иә, бірінші мысалы. Менің білетінім осы бас бармаққа салған көшбасшы деп. Бас бармаққа салған Өз айналасындағылармен тіл табысуға көп көңіл бөледі. Маман кеңесі психолог мамандар эмоционалды және энергияға бай жандарға бас бармаққа жүзік салуға кеңес береді. Өйткені бас бармаққа тағылған жүзік ойлау қабілетінің дамуына ықпал етеді. Жақсы, келесі бізде қандай саусақ? Сұқ саусақтың егері. Сұқ саусақтағы жүзік мінезі. Саусақтың айтып тұрғандай, оның қызметі жол көрсетіп, өз әмірін жүргізу, ой мен әрекетті бағыттау, бұйрық беру. Әдетте сақинасын бұл саусаққа салып жүретін адамдар еркіндік сүйгіш, тәуелсіз және өзіне тым жоғары баға беретіндер болып келеді. Егер жүзік сұқ саусаққа жиі тағылатын болса, адам өзімшіл және тәкаппар болып кетуі әбден мүмкін. Маманның кеңесі жасқан шақ, ұялшақ және табиғатынан шегіншек ортамен тіл табысуға қиналатын адамдарға табуға кеңес беріледі. Өйткені сұқ саусақтағы жүзік өзіне деген сенімділік тудыруға, көшбасшылық қасиеттерді ұялатып, мақсат қоя білуге және өзіне баға бере білуге үйретеді. Жүзік көк және көгілдір тастар алтын жүзіктерді таққан жөн. Жылтыр тастар мен маржан тастар да Жүзік ортаңғы саусақтан қандай жүзік тағу керек? Темірден және күмістен жасалған көкшіл мөлдір тас, күлгін қара тасты жүзіктерді таққаныңыз жөн. Алтын жүзіктерге қызықпауға кеңес беріледі. Мінез құлық. Жүзік иесі адамгершілік құндылықтарды біледі және жоғары бағалайды. Адалдық деген ұғымды асқақтатады. Айналасындағыларға ұстаз болуға қарайды. Ал кейде аталған саусаққа сақина салып жүргенді ұнататындар тұйық және жалғыздыққа құмар болып келеді. Маман кеңесі өмірде қиындыққа жолығып сәтсіздікпен жолдас болып жүргендерге тұрақтылық пен ақыл жетіспей саған сөйлегендерге табуға көмектеседі. Сәйкес келіп жатыр ма? Келесі ат жоқ саусақ. Оған негіз алады біз Мінез құлқы. Адамдар дәл осы саусаққа неке жүзігін ғана тақпайды. Ондай адамдар романтикалық және нәзік болып келеді. Олар ерекше әрі қайталанбас нәрселерде салтанатқа, сезімге құштар адамдар. Көбіне аты жоқ саусаққа сақинаны шығармашылық адамдар салып жүрген. Маманның кеңесі ішкі жылулықты күшейтуге талпынып, сәттілікке жолдас болуды армандайтындарға өз дарын мойындатып, шығармашылықтың биігіне шыққысы келетіндерге табуға кеңес берді. Сәйкес келеді. Соңғы Шынашақтағы жүзік, мінез құлқы, бұл адамның актер, суретші, жазушы немесе дизайнер болуға әкелімізді. Ал кейде оның құмар ойындарды ұнатушы, жанкешті немесе әйел құмар жігіт болуы да ықтимал. Өйткені жүзікті шынашаққа қарапайым адамдар сала бермейді. Қалай болғанда да олар көпшіл, тез тіл табысқыш болып келеді. Маман кеңесі адамдарды түсінуден мақұрым қалған және іскерлік қатынастарды орнатуда жолы болмай жүргендерге шынашақтарына сақина салып жүруге кеңес береді. Ақпарат ұнады ма? Алдастары деген бірақ сізге демалсын кішкене деп уақыттың соңын алдарыңызға кері байланысқан ақпарат таратылды. Тез-тез бір сөзден ғана жазыңыздар. Бұл аяқталмаған сөйлемдер рәсіммен
Бүгін мен көшбасшылық туралы түсіндім, себебі мынадай екі сөзбен жаза беріңіздер. Қазақ тілі маманымыз ғой, енді сөйлем құрастыруды қатырамыз деп ойлаймыз. Жоғары жағына аты жөніңізді мектебіңізді жазып қойыңыздар. Атыңызды ғана жазыңыз, мектеп. Аты жөнін келіңіз, тек есіміңізді ғана. Және мектебіңізді. Енді мен бәрін оқимын. Қазір бір топтан бір-бірге оқытайын. Өзім оқимын деген болды. Бәріңізді оқытып отырмаймын. Өзім оқиыншы дегенімдерді оқытайын. Сонымен аяқтаймыз, қорытындылаймыз. Өте ауқымды, жақсы алынған, тақырып өте ашылған деп ойлаймын. Мен көп нәрсені алдым. Көшбасшы болуда білу керек өнер және басшыда болу өнер деп ойлаймын. Екінші топтан кім оқысы келді? Бүгін мен көшбасшылық туралы түсіндім, себебі көптеген мәліметтер алдым осы коучингтің арқасында. Мұғалім көшбасшы болу үшін үнемі ізденісте жүру керек. Мен өз бойымнан мына көшбасшылық қасиетті байқадым. Жаңағы сіздердің сақина әдісінен мен өзім үнемі ортамға қатағам да, сол адал адамдар тағат деп, сол менің өмірлік ұстанымым негізі адалдық. Біреудің ала жібін аттамау, өтірік айтпау, ұрлық жасамау. Оқушыларға да соны қатысты насихаттаймын үнемі. Одан кейін кәсіби даму үшін бүгін алған ең маңызды ойым осы жасанды интеллектіні толық ары қарай меңгеріп оқушыларға жеткізу. Жаңа Абылайхан сөйлетіп жатсыздар, Абай сөйлетіп жатсыздар, бір оқушылар сол кісілермен бір әңгімелескендей, тілдескендей болып қалады ғой, көрсе. Сол жағын тағы да дамытып, соны меңгерсем деген ой. Мен көшбасшылық туралы түсінген себебі мұғалімге ең керек түйін болды көшбасшы болу. Және мұғалім көшбасшы болу үшін ең бірінші өз-өзін тәрбиелеу керек. Оқушыларға үлгі болу керек. Мен өз бойымнан мына көшбасшылық қасиетті байқадым деген бұл жауапкершілік. Кәсіби даму үшін бүгін алған ең маңызды ой басшы мен көшбасшының айырмашылығының жоқтығы. Мынау сөздің тобықтай түйіні, құрметті әріптестер, көшбасшылық лауазым емес, ол жауапкершілік пен үздіксіз даму. Назарларыңызға рахмет.